Біз сізді Arduino негіздері курсының кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз бүгін вибрация датчигімен қызықты проект жасайтын боламыз. Ол проекттің тақырыбы жер сілкінісі кезінде дабылдатқышты қалай іске қосу керектігі туралы прототипі, яғни проектті толық таныстырып, біз сізбен бірге жұмыс жасайтын боламыз. Бәріңізге тағы да сәлем. Біздің Arduino негіздері курсының кезекті сабағында көргенімізге қуаныштымыз. Біз бүгін сіздермен эксперименттік жұмыс емес, проект жасайтын боламыз. Бүгінгі проекттің аты жер сілкіну кезінде дабылдатқыш құрылғысын қосу, басқару проектісін бірге жасайтын боламыз. Және де бұл проекттің негізгі тақырыбы бұл вибрация сенсоры болып табылады. Vibration sensors, vibration датчик вибрация. Датчик вибрация, яғни вибрация кезінде біздегі жер сілкіну кезінде вибрация беру арқылы біздегі жарық диодымыз қосылып, және де бізге сигнализация беруі қажет болады дыбыс арқылы. Және бүгінгі негізгі құрал-жабдықтармен таныстырып өтетін болсақ, біздегі USB кабель әдеттегідей макеттік плата жалғағышсымдар, Arduino Nano микроконтроллері, және де әдеттегідей күнделікті біздің жарық диодымыз. Жарық диодынан бөлек біздегі базер модуліміз, яғни сигнализация дыбыс шығаратын базер модуліміз. Және де бүгінгі басты тақырыбымыздың негізгі датчигі сенсор, ол vibration sensors, яғни vibration sensor болып табылады. Vibration sensorды көріп отқандарыңыздай, дәл осындай модуль, яғни дәл осындай корпус арқылы жасалады. Үш аяғы бар, көріп отқандарыңыздай, 1, 2, 3. Үш аяғы бар, және де жоғарыдан бастап санайтын атап өтетін болсақ, VCC бұл бізде қуат көзіне, яғни 5 вольтқа немесе 3,3 вольтқа жалғануы тиіс. Одан кейінгі ортадағы ground жерге тұйықталу керек. Және де D0 ол бізде digital бөлікке жалғанатын, аяғы digital бөлікке жалғанатын пин болып табылады. Және де корпустағы негізгі элементтерді атап өтетін болсақ, ол бізде вибрация сенсорында компаратор бар, және де кіріктірілген потенциометр бар, яғни потенциометр резистор қызметін атқарады. Және де бұл резисторды немесе потенциометрді бұрасаңыздар, бұның шекті мәндерін өзгертулеріңізге болады. Және де негізгі элементі бұл бізде осы пластмасс немесе қабыршақтың ішінде пружина бар. Осы пружина вибрация беру нәтижесінде қозғалып, яғни қозғалыс тудыру барысында бұл бізде дыбысын естіп тұрған шығарсыздар. Ішінде пружина бар. Осы пружина қозғалу барысында біздегі циркуит немесе цепті немесе тізбекке тоқ беретін болады. Және тоқ беру барысында бізге сигнализация және де жарық диодын қосатын болады. Негізгі элементтері осы. Және де бұл жердегі потенциометрді бұрау арқылы, яғни біз вибрацияны сезу мүмкіншілігін анықтай аламыз. Қаншалықты вибрацияны жоғары деңгейге немесе төмен деңгейге, орташа деңгейге төмендетіп қойсаңыз, ол дәл сондай қылып шекті мәнді қабылдайтын болады. Яғни жер сілкінісі кезінде вибрация болатын анық, яғни жер сілкінген кезде жер қозғалады. Жер қозғалған кезде бұл вибрация датчигі де қозғалады. Сол кезде біздің кейбір жер сілкінулер адам өміріне қауіпті немесе қауіпсіз де болуы мүмкін. Соған байланысты сіздер өздеріңіздің потенциометрлеріңіздің бұрап қоюларыңызға болады. Яғни қандай сәтте жер сілкінген кезде қанша балдық жер сілкіну қауіпті және қауіпсіз екенін анықтай аласыздар. Және де біз бүгін дәл осындай қылып қойдық, яғни потенциометрімізді бұраған жоқпыз. Дәл осындай қылып сіздер өздеріңіз шекті мәнде берулеріңізге болады. Яғни пороговый значение беру арқылы сіздер өздеріңіз жер сілкіну, мысалы сіздер үшін 6,5 балдық жер сілкінісі қауіпсіз болуы мүмкін, 5-ше қауіпті болса, 5,5 балдық жер сілкінісі де кейбір адамдарға қауіпті, кейбір адамдарға қауіпсіз де болуы мүмкін. Сол секілді сіздер өздеріңіз анықтайтын боласыздар. Негізгі бүгінгі эксперименттік жұмысымызды, эксперименттік емес, негізгі проектімізді жасайтын боламыз. Ол үшін бізге вибрация датчигі керек, және де жалғағышсымдар арқылы жалғайық. Біздегі ең төменгі нүктеден бастайық, ол бізде D0, яғни digital бөліктегі біздегі пиндарға жалғауымыз керек болады. Яғни digital бөліктегі пиндарға жалғау үшін бізде D0-ші элементті қолданып отырмыз. Және де бізде көріп отқандарыңыздай жарық диоды, ground бөлікке жалғау үшін біз ортаңғы бөлікке groundты жалғайтын боламыз. жерге тұйықтайтын боламыз, және де төменгі жоғары нүктеде ол қуат көзіне 5 вольтқа немесе 3,3 вольттық
қуат көзіне жалғауымыз, кернеуге жалғауымыз қажет болады. Және де бізде көріп отырғандарымызда макеттік плата бар. Осы макеттік платаның, яғни астыңғы бөліктегі 5 вольтпен граунд бөлікке жалғап алайық. Ол үшін бізге төменгі бөлікті граундқа жалғау қажет болады. Үстіңгі бөлікті 5 вольтқа жалғаймыз. Және де біз айтып өткеніміздей, жоқ, мен қателестім. Оранжевыйымыз ол бізде 5 вольттық екен, ал минусымыз ол бізде граундқа жалғануы қажет. Граундқа жалғануы қажет. Және де біздегі мына жақта тұрған вибрация датчигімізді алып көрсетейік сіздерге. Вибрация датчигімізді енді қараңыздар. Вибрация датчигіміздің D0-ші, мен оны D12-ші пинға апарып жалғаймын. D12-ші. Және де мендегі үстіңгі бөлік ол бізде VCC, оны VCC-ді плюске апарып жалғайтын боламын. Және де біздегі жасыл жалғағышымыз бен сары жалғағышымыздар жалғанған сымды апарып, ол граундты минус бөлікке апарып жалғайтын боламын. Көріп отырғандарыңыздай, біз вибрация датчигімен Arduino Nano микроконтроллеріне жалғадық. Ендігі кезекте бізге жарық диодын жалғап алайық. Ол үшін бізге жалғағышымызды граундты минусқа жалғайтын боламыз. Бірден граундты минусқа жалғайық. Және де біздегі red қызыл түсімізді біз 11-ші пинға апарып жалғайық. Digital 11-ші пинға. Одан кейін жарық диодын жалғап болдық. Енді бізде базер модуль, яғни сигнализацияның дыбысын шығаратын, ол бізде базер модульдің тоже 3 аяғы бар. Минус датаға және плюске және датаға жалғанатын осы аяқтарын біз жалғайтын боламыз. Ол үшін бізде төменгі бөлікті минусқа жалғаймыз. Ортаңғы бөлікті плюске жалғайтын боламыз. Және S-ті біз датаға жалғайтын боламыз. Оны біз digital бөліктегі 9-ші пинға апарып жалғайық. Ол бізде минусты сұры қоңыр біздегі минусқа апарып жалғаймыз. Және де плюсті апарып жалғайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, біз толықтай схеманы жалғап болдық. Яғни бұл жалғанған схемамызды енді толықтай түрде біз жұмыс істейтін боламыз. Бұл кезде бізде вибрация сенсорымыз вибрация тудыру арқылы бізге жарық диоды мен базерге тоқ береді. Тоқ берген кезде, яғни ол бізде жер сілкінуі бар деген сөзді білдіреді. Яғни біз қазір оны біз Arduino Nano микроконтроллермен USB-ді жалғайық. Және жалғап болғаннан кейін біз енді Arduino Nano микроконтроллер өзіміздің ноутбугімізге жалғап көрейік. Бүгін біз Arduino негіздері курсының, яғни бүгінгі проекттің скетчін біз Arduino IDE платформасын жазатын боламыз. Солай болса, скетчті бастаймыз. Константа integer типті vibration pin, яғни vibration pinді біз 12 деп аламыз, өйткені digital 12-ші пинға жалғаған болатынбыз. Одан кейін біз red pin, яғни жарық диодының қызыл түсін біз 11-ші пинға апарып жалғаған болатынбыз. 11 деп аламыз, және де оның айнымалының атын red pin, және де integer типті деп аламыз. Одан кейін бізде константа integer типті, дәл сондай бізде базер, яғни сигнализация дыбысын шығару үшін біз оны digital 9-ші пинға жалғаған болатынбыз. Айнымалардың аттары мен олардың мәндерін жаздық. 12, 11, 9 деп базер аттарын бердік. Және де setup функциясында енді конфигурациялаймыз. Pin mode конфигурациялау функциясы. Vibration pin ол бізде vibration pin, яғни вибрация беру керек, яғни вибрация сигналды алу керек, яғни сигналды алу үшін алатын болса, онда ол кіріс айнымалысы input болып табылады. Қалғандары шығыс айнымалы red pin мен red жарықты шығару керек, базер сигналды шығару керек, бізге жеткізу керек. Онда олар output болып табылады. Яғни output деп отырғанымыз шығыс айнымалы мәндер болып табылады. Pin mode базер output деп жазатын боламыз.
output деп жаздық. Одан кейін бізде енді monitor портты қосу үшін serial print бұл жазғанымыз қате, begin деп жазуымыз керек, өйткені 9600 болтты шығаруымыз қосуымыз үшін бізде serial begin 9600 деп жазуымыз керек, өйткені монитор портты қосуымыз қажет болады. Енді loop функциясында өзімізге қажетті айнымаларды алу үшін бірінші boolean типті, яғни логикалық айнымалын аламыз, яғни vibration сенсордан, яғни датчик вибрациядан біз сигнал алуымыз қажет. Сигнал алған кезде digital rate, яғни ол бізде vibration pain, digital rate vibration pain болу керек, өйткені бізде input, яғни сигнал береміз оған, датчик вибрацияға. Сигнал береміз, сигнал берген кезде олар 0-ді или 1-ді қайтарады. 0 немесе 1 деген санды қайтарады, яғни бұл boolean типті, boolean тип деп отырғанымыз ол логикалық тип. Енді бізге шарт болу керек, яғни осы boolean тип 0 қайтарса және 1 қайтарса деген шартты қоюымыз керек. If start тең high, яғни бұл жерде 1-ге тең болатын болса, яғни сигнал берілген болатын болса, және де әйтпесе else деген бізде болу керек. Егер 1-ге тең болатын болса, red пеніміз жағылуы керек, яғни қызыл түсті жағылуы керек, және де базарымыз сигнал беруі қажет. Ал else-де әйтпесе қызыл түсіміз, red пеніміз өшуі қажет. Low, high мен low, high деп отырғанымыз бір, яғни жандар деген сөз жарық диодтың, сигнализация базарда да дәл сондай сигнал бер деген, ал low деп отырғанымыз төмен қарай жазатын боламыз. Else деген кезде уже біздегі red пенмен базарды low деп өшіретін боламыз. Егер сигнал берілмейтін болса, яғни біздегі өткен тақырып бойынша жер сілкінісі вибрацияға сәйкес келмейтін болса, яғни тыныштық ортада тұратын болса, онда ешқандай сигнал берілмейді. Ол кезде жарық диодымыз бен сигнализация ойнамайды деген сөз. Базар low деп жазатын боламыз. Ендігі кезекте бізде көріп отырғандарыңыздай толықтай скетчі жазып болған секілдіміз, 100% толықтай. Енді осы жазған скетчімізді ендігі кезекте біздегі айтып отырғанымыздай high vibration пеніміз, яғни digital rate арқылы, digital ол 0 мен 1-ді қайтарғандықтан return 0 және and 1. Егер start тең high болатын болса, ол кезде 1, else болатын болса 0. Осы екеуінің айырмашылығына сәйкес бізде яғни пәрмен орындалатын болады, сигнализация ойнайды, немесе 0 болатын болса сигнализация ойнамайды деген секілді осындай шарттар құралатын болады, көріп отырғандарымыздай. Енді кезек компиляцияға берейік. Компиляция толық орындалуы қажет. Компиляция толық орындалғаннан кейін скетчті Arduino Nano микроконтроллеріне жүктеуіміз қажет. Скетч толықтай компиляциядан өтті. Енді кезек бізде инструмент ішінен плата Arduino Nano процессор old bootloader port COM7 және де біздегі көріп отырғандарымыздай скетчті жүктейміз. Скетчті жүктеп болғаннан кейін монитор портты ашуымыз қажет болады, яғни біз монитор портта қандай пәрмен бергенімізді қарайтын боламыз, қандай сигнал келгенін қарайтын боламыз. Монитор портты ашып қарайық. Бізде монитор портта ешқандай пәрмен жоқ, сигнал бермегенбіз монитор портқа. Loop функциясында да serial print ln деп жазбаған, serial print деп жазбаған, сондықтан да біз енді қайтадан скетчті дұрыстап жазуымыз керек. If-тің алдына serial print ln state деп жазсақ. State яғни монитор портқа әр линияға state-тің мәндерін шығаратын боламыз. 0 мен 1-дің мәндерін монитор порттан көретін боламыз. Монитор портты ашып қарасақ, монитор портта 0, 0, 0, 0, яғни сигнал жоқ. Сигнал жоқ, және де
бірлер арасында кетіп жатыр, яғни діріл болып жатыр, вибрация жүргізіліп жатыр. Көріп отырғандарымыздай арасында, яғни миллисекунд аралығында есептеген бірлер кетті, яғни вибрация бар деген сөз. Көріп отырғандарымыздай скетч толықтай орындалды, монитор портқа дұрыс шығардық. USB кабелімізді ноутбукке жалғап болғаннан кейін енді біз проекттің негізгі жұмысына көшеміз, яғни жер сілкінісі болған кезде қарапайым түрде сигнализация мен қызыл жарықты жандыру керек, яғни дабылдатқышымыз іске қосылу керек. Олай болса, ол кезде қалай болады? Біз мысалы осы столды қозғалтып немесе тағы да басқа қозғалысқа енгізейік, ұрамыз ба немесе столды, немесе қозғалтамыз ба столды, сол кезде бізде сигнализация жүргізу керек. Қарапайым түрде болмаса датчик вибрацияның өзін қозғалтсаңыздар сигнализациямен өзімен және де жарық диоды ойнап жатыр. Егер қатты қозғалтатын болсаңыздар, егер жер сілкінісі қатты болған жағдайда сигнализация толықтай іске қосылады. Яғни біз қазіргі таңда тоғымыз бір барып бір тиіп, яғни қатты жер сілкінісі болып жатқан жоқ. Яғни оның сезу мүмкіншілігі өте аз болып тұр. Сондықтан да сіздер резисторды бұрауларыңызға болады. Қарапайым түрде бұл өте қорғаныш қызметін атқарады, яғни бұны үйлеріңізге көбінесе сейсмикалық аймақтарда өте көп қолдансақ болады. Таулы аймақтарда тұратын адамдарға өте қолайлы, яғни вибрацияны сезу арқылы дауысын өзін ғана еститін болсақ. Сымымыз үзіліп кетті, минусқа жалғанатын қайтадан берсе. Көріп отырғандарыңыздай, бізде вибрация кезінде бізде дабылдатқышымыз іске қосылды, яғни дәл осындай, міне қатты жер сілкінісі болған кезде дәл осындай звук беру керек. Міне дәл осындай бүгінгі проектті біз жасап шығардық. Яғни біз сейсмикалық, яғни жер сілкінісі болған жағдайда оның алдын алу мақсатында дабылдатқышпен жарық диодымыз, қызыл жарығымызды жандырып және де сигнализация беруді үйрендік. Бүгінгі проектте сіздер өздеріңіз тағы да басқа осы проектке тағы да қандай датчиктерді қосып, қандай элементтерді қосқан кезде қауіпсіз және де бізге ыңғайлы болатын ойласаңыздар болады. Және де бүгінгі проект ұнаса, біздің YouTube каналымызға жазылып, лайк, дизлайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Және де бүгінгі проекттің негізгі тапсырмасы орындалды деп ойлаймын. Сондықтан да сіздерге көп рахмет.